Асқар ата қартайып, аяғы жүрмей қалған еді. Дастархан басында қолы қалтырап, кесесін түсіріп алатын. Бұған Серік пен Айгүл кейде шыдай алмай ренжіп жүретін. Бір күні олар Асқар атаны пеш түбіне отырғызып, алдына ағаш тостақ беріп қояды. Асқар ата үнсіз ғана тамағын ішіп, дастархан басындағы отбасына мұңая қарайтын. Сол күні кішкентай Данияр аулада бір кесек ағаш әкеліп, пышақпен жона бастайды. «Балам, не істеп отырсың?» деп сұрайды Серік. «Әке, сізбен анама ағаш тостақ жасап жатырмын. Қартайғанда сіздер де осындай тамақ ішесіздер ғой», дейді Данияр аңғалдықпен. Бұл сөздер Серік пен Айгүлдің жүрегіне найзадай қадалды. Екеуі бір-біріне үнсіз қарап, түсінбей қалды. Даниярдың сөзінен кейін Серік пен Айгүл қысылып қалғанымен ашуларын жасыра алмады. «Сен үлкендердің ісіне араласпа», деп Серік дауыс көтерді. «Әке-шешеңе ақыл айтатын жасың келген жоқ», деді Айгүл де зекіп. Данияр қорқып кетіп, қолындағы жартылай жонылған тостаған түсіріп алды. Көзінен жас шығып, үндемей бұрышқа барып отыра салды. Ал Асқар ата бәрін көріп, үнсіз ғана басын төмен салып отыр. Бірақ уақыт өте келе Серік пен Айгүлдің жүрегі қайтадан қатая бастады. Олар Асқар атаны дастарханға отырғызғанымен жиі-жиі қабақ шытып, ренішін білдіріп отырды. «Ата, төкпесеңізші», деп Айгүл кейде даусын қаттырақ шығаратын. «Әке, абайлаңызшы, шаршаттыңыз ғой», деп Серік те жынданатын. Бір күні Асқар атаның қолынан кесе сырғып түсіп, сынып қалды. Үй іші тына қалды. «Болды», деді Серік ашуға булығып. «Әке, сіз бөлек отырғаныңыз дұрыс шығар». Айгүл үнсіз келісім білдірді. Сөйтіп Асқар атаны тағы да пеш түбіндегі орнына көшірді. Бұл жолы тіпті ағаш тостақта бермей, ескі темір табақ ұстатты. Асқар ата ештеңе демеді. Бірақ оның жанары бұрынғыдан да бетер мұңайып кеткен еді. Көздері сөніп қалған. Данияр мұның бәрін көріп жүрді. Ол атасының жанына жасырын барып, «Ата, сіз ренжімеңізші, мен сізбен бірге отырайын ба?» деді. «Жоқ құлыным», деді Асқар ата әлсіз жымиып. «Сен ата-анаңды тыңда, үлкендердің қатесін уақытты өзі түзетеді». Бір күні қыс қатты болып, Серік ауырып қалады. Дене қызуы көтеріліп, әлсіреп төсек тартып жатып қалады. Айгүл әбіржіп, үйдің шаруасына үлгере алмай қиналды. Сол кезде күтпеген жерден Асқар ата сүйретіліп жүріп, немересіне «Данияр, дәрі қорапшасына келші», деді. Ол баяғыда мал дәрігері болып істеген тәжірибесін пайдаланып, баласына шөп тұнбасын жасап берді. Серіктің қызуы басылып, жағдайы жақсара бастады. Серік төсекте жатып, әкесінің титтей ғана қолының өзіне көмек бергенін көріп, іштей ұялды. Ал бір кеште пеш түбінде отырған Асқар атаға Данияр көрпесін жауып жатып, «Ата, мен өскенде сіздей боламын», дейтін. Бұл сөзді есік сыртындағы тұрған Серік естіп қалады. Қыс аяғына таман Асқар атаның денсаулығы күрт нашарлайды. Көп сөйлемейтін, көбіне үнсіз жататын болды. Бір күні түнде Данияр атасының жөтелген даусынан оянып кетті. Жүгіріп барып, қолын ұстаса, қолы мұздап бара жатыр екен. «Ата», деді. Асқар ата немересінің алақанын қысып, «Балам, жүрегің қатаймасын, ешкімге жамандық жасама», деді де, жанары бір нүктеге қадалып, мәңгілікке көз жұмды. Серік пен Айгүл алғашқыда абдырап қалды. Бірақ көп ұзамай көздерінен жас сорғалап, өкініш жүректерін өртей бастады. Пеш түбіндегі бос орын енді көздеріне оттай басылды. Данияр болса атасының ағаш тостағын құшақтап ұзақ жылады. Жылдар өтті. Данияр ер жетті. Мектепті үздік бітіріп, қалаға оқуға түсті. Бірақ жүрегінде бір түйін бар еді. Балалық шағында көрген атасының қорлығы. Серік пен Айгүл де қартайды. Уақыт ешкімді аямайды екен. Серіктің қолы қалтырай бастады. Айгүлдің көзі бұлдырап көрмейтін болды. Алғашқыда бәрі жақсы еді.
Бірақ бір кеште дастархан басында Серіктің қолынан қасық түсіп кетеді. Тамақ төгіліп қалады. Сол сәтте Даниярдың көз алдында пеш түбінде отырған Асқар ата елестеп кетті. Ол үнсіз ғана орнынан тұрды да қоймадан баяғы сақтап қойған ағаш тостақты алып шықты. «Әке, сізге арнайы ыдыс» деді, суық үнмен. Айгүл шошып кетті. «Балам, бұл не?» «Ештеңе емес, анашым. Қартайғанда тамақты төгетін болған соң ыңғайлы болсын деп жасап қойғанмын». Серік үнсіз отырып қалды. Ол сол сәтте өз әкесін айтқан сөздерін, көрсеткен қорлығын есіне алды. «Балам» деді, «біз қателесіптік». Бірақ Данияр тоқтамады. Ол оларды дастарханның шетіне отырғызды. Кейде қабағын шытып, кейде даусын көтеріп сөйлейтін болды. «Абайлаңыздаршы» дейтін. Айгүлдің көзінен жас ағып отыратын. Серік түнде ұйықтай алмай төбеге қарап жататын. Бір күні Данияр әдейі пештің жанынан орын дайындап қойды. «Осы жақ жылырақ» деді салқын жымиып. Сол сәтте Айгүл шыдай алмай жылап жіберді. «Балам, бізге осыны көрсеткің келе ме? Біз сенің атаңа істегенімізді енді өз басымыздан өткеріп жатырмыз. Кешірші бізді». Серік те басын төмен салды. Үй ішінде ауыр тыныштық орнады. Ал Даниярдың жүрегі тас болып қатайғандай еді. Бірақ дәл сол сәтте көзі пеш түбіне түсті. Ол жерде ешкім жоқ, бос орын. Сол бос орын оған атасының соңғы сөзін еске алды. «Жүрегің қатаймасын». Даниярдың ішкі әлеміндегі күрес басталды. Айгүл пеш түбінде отырған күйі иығы селкілдеп жылап отыр. Серік қабырғаға қарап үнсіз қалған. Ал Даниярдың жүрегінде бір алапат дауыл соғып жатқан еді. Ол қолындағы ағаш тостақты қатты қысып тұрды. Сол тостақ бала күнде өзі жоңған, кейін атасының қолында қалған, одан кейін естелік болып сақталған. Кенет есіне бір көрініс түсті. Кішкентай кезінде атасының жанына барып, «Ата, мен өскенде сіздей боламын» дегені. Ал атасы жымиып, «Менде емес, менен жақсы бол балам» деген еді. Данияр әдейі қатал болғысы келген. Әдейі ата-анасына сол азапты сездіргісі келген. Әділдік жасағым келді деп ойлаған. Бірақ дәл қазір ол өзіне сұрақ қойды. Бұл әділдік пе, әлде кек пе? Пеш түбінде отырған әке-шешесі баяғы Серік пен Айгүл емес. Олар да әлсіз, қорғансыз, уақытқа жеңілген жандар. Данияр бір сәтке көзін жұмды. Сол сәтте атасының даусы құлағына келгендей болды. «Жамандықты қайтарсаң, ол көбейеді балам». Көзінен бір тамшы жас сырғып түсті. Ол үнсіз барып пеш түбіндегі орындықты алып тастады. Айгүлдің жанына тізерлей отырып, «Анашым, тұрыңызшы» деді. Данияр әкесінің қолынан ұстап, «Әке, төрге шығыңыздар. Бұл үйде ешкім пеш түбінде отырмайды» деді. Серік селкілдеп жылап жіберді. Өмірінде бірінші рет баласының алдында осылай егіліп тұрғаны еді. «Балам, біз саған жақсы тәрбие бердік деп ойладық. Бірақ ең үлкен сабақты бізге сен бердің» деді ол. Данияр ағаш тостақты алып ортаға қойды. «Бұл кек үшін емес, бұл еске алу үшін. Біз қандай болмау керек екенін ұмытпау үшін» деді. Сол күннен бастап үйдегі ауа өзгерді. Данияр ата-анасына сабырмен қарап, тамағын өзі беріп, қолынан сүйеп жүретін болды. Кейде әкесі тамақты төгіп алғанда, ол жай ғана «Ештеңе қылмайды әке» дейтін. Айгүл кей түндері оянып кетіп, үнсіз жылайтын. Бірақ ол жылау өкініштің емес, шүкіршіліктің жасы еді. Жылдар өте берді. Бір күні Серікте, артынан Айгүл де бұл дүниеден өтті. Бұл жолы ешкім пеш түбінде жалғыз қалған жоқ. Екеуі де төрде, баласының алақанында кешіріммен, мейіріммен көз жұмды. Көп жыл өткен соң Даниярдың өз немересі болды. Бір күні дастархан басында кішкентай қыз ағаш тостақты көріп, «Ата, мынау не?» деп сұрады. «Бұл біздің әулеттің ең қымбат сабағы» деді. «Ол не туралы?» Данияр немересін тізесіне отырғызып, «Адам қателесуі мүмкін, бірақ жүрегі тас болып қалмауы керек.
кешірім әлсіздік емес, ол ең үлкен күш деді. Пеш түбі бос тұрды. Бірақ ол енді қорлықтың орны емес еді, ол өткеннің көлеңкесі ғана. Ал үйдің төрінде мейірім бар еді.